Alaq сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адамды жатырға жабысатын жабысқақ жасушадан жаратты. Оқы, сенің Раббың асқан жомарт. Ол адам баласына қаламмен жазуды үйретті. Адам баласына білмегенін үйретті. Алайда оның мұншама нығметтеріне қарамастан, адам баласы шынында да Раббысына бағынбай, азғындайды. Өзін Аллаға мұқтаж еместей көріп, әйтсе де шындығында өлгеннен соң қайтар жол Раббыңа болмақ. Мына тыйым салып, бөгет болып жатқанды көремісің? Ізгілік пен құштарлықта кемелдікке жеткен құл намазға тұрғанда, намаз оқуына тыйым салып жатқанды көремісің? Бұған не дейсің? Солай істегені дұрыс па? Егер ол құл тура жолда болса ше, немесе ел жұртты Аллаға шын тағзым етіп, оған қарсы келуден барынша сақтануға шақырып жүрсе ше, ал мынаған не дейсің? Бұған керісінше әлгі тыйым салушы адам ақиқатқа сенбей, одан сырт айналып жүрсе ше, сонда ол Алланың кімнің не істеп не қойып жүргенін көріп тұрғанын білмей ме? Жоқ, бұлай болмайды. Егер бұл ұстанымынан өзі құлшылық етпеумен қоймай, өзге елдің де құлшылық етуіне кедергі жасаудан қайтпаса, оны кекілінен ұстаған күйде жаһаннамға сүйрейміз. Өтірікпен, күнәға бөккен маңдай шашынан, өзіне жақтас болған, әлгі мәжлісін қалағанынша жәрдемге шақырсын. Біз де жаһаннамдағы жауапты періштелер зәбәнилерді шақырамыз. Жоқ, оның бұл қылығы мүлдем дұрыс емес. Оған мойын сұнба, Раббыңа сәжде ет, һәм әрдайым оған жақындататын жолда бол.